Мерт апай, сіз Шымкент жақтың келіні болғаныңыз рас па? Әрине, Шымкент түгілі Сарыағашқа келін болып түскен ғой. Сарыағашқа. Иә. Қанша жыл тұрдыңыз? Мен шынын айтсам, келін болып түскен кезде театрда жұмыс істеп, қимай сені барамын деген сияқты хиттар шығып кеткен кезем ғой енді. Содан мен Сарыағашта 40 күн болдым, күйеуім студент, біздің жаздық каникулымыз аяқталды, сонымен үйге қайттық, Алматыға 40 күн тұрдым. Сарыағашта. Шілдеде ыстық. Сізді Шымкентте тұрып дегенге сенбе? Айтпа, мен өзімде сенбеймін кейде. Қызық болды ғой. Ана күйеуім айтады маған, короче, таңертең 6-та тұрасың да дейді, ана нені ауланы сыпырасын дейді. Сосын мен айтам, почему в 6? Ол цемент көшіп кете ма, кетіп қала ма? Қойшы, не хочу в 6. Күйеуім масқара, енді жақсы жігіт болды ғой. Жігіт қазір тұр, бар. Жасасын. Сонымен маған айтады, ну, потому что соседтер сөгет дейді, маған айтады. Мен айтам, 6-та тұрмай, мен давай, әбден ұйқымғанға деген 12, сондай бірде тұрып, нетем деймін да, сыпырам деймін да, жарайды сыпырам алған деймін. Сол айтады, жоқ дейді, соседтер көреді, соны соседтер сөгет дейді. Сосын мен мамама ят дейді. Ну, как бы, мамама айтады дейді, мынау не келін деген сияқты. Содан жарайды деймін да, 6-та тұра алмаймын, вообще тұра алмаймын. Сосын 8 ба, сондайда тұрамын. Бірақ енем рахмет, ештеңе айтпайды, онда тисіп неткен жоқ негізі. Сонымен тұрам, сосын бүйтіп андай бір ақ орамал, марлы бірде мен бетіме бүйтіп жауып алам да, кәдімгі анандай бар ғой. Пчеловод сияқты сөйтіп жауып алам да, өтірік сыпыра салам. Ана су құйып тұрады күйеуім, рахмет оған. Су сеуіп тұрады, потому что өте ыстық қой, уже 8-дің кезінде вообще, Сарыағашта шілдеде вообще қатты күйіп тұрады ғой. Сөйтем сол. Сондай келін болған. Бірақ ол өмір мен келмес екен деп қосыңызшы. Иә, енді шынын айтсам, бірақ бүгінгі дейін енді араласып тұрамыз, баламның әкесі ғой, бірақ енді мен өзім Павлодарда өскендіктен маған олардың барлық заң закондары өте қызық, қиын және де түсініксіз болды. Мен түсінбедім, неге таңғы 6-да тұрып, жас келін шаң-шаң нені сыпыру керек. Неге 6-да? Нельзя позже. И вообще у нас в Павлодаре мужчины подметают двор. Раз, әйелдер сыпырмаймыз біз. Ағаларымыз сыпырады дворда. Солай үйренгенбіз. Еркектің жұмысы ғой. Еркектерден келген дұрыс. Иә. Сөйді қазір 6-та тұрмасаң, біздің соседтер сөз қылады, әңгіме қылады дейді. Ну что, қазір соседтер әңгіме қылып жатыр ма екен? Білмеймін. Қазір қайда екен соседтер?